Баршаңызға сәлем достар, сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып келетін нағыз жаңа жылға арналған керемет салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен салатымызға қажетті заттардың барлығын дайындап қоямыз. Бізге қызылша, сәбіз, картоп, жұмыртқа және селедка қажет болады. Мен селедканың осындай түрін пайдаландым. Ішіндегі қылтығынан жақсылап тазартып алып, ұсақ бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Келесі кезекте картопты үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Мен бұл жерде орташа көлемді 2 картопты пайдаланып жатырмын. Сәбізді де үккіштің осы түрінен өткізіп алдым. Мен бұл жерде бір ғана сәбізді пайдаландым. Егер сіздерге сәбіз ұнайтын болса, 2 данасын қоссаңыздар да болады. Жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөлек аламыз. Сары бөлігін тек қана сыртын безендіру үшін пайдаландым. Салаттың ішіне жұмыртқаның ақ уызын ғана қосатын боламын. Оны да үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Соңында қызылшаны да өткізіп алдым. Мен орташа көлемді 3 қызылшаны пайдаланып жатырмын. Барлық салмамызды үккіштен өткізіп болғаннан кейін пищевой пленканың үстіне барлығын дерлік жайғастырып шығатын боламыз. Ең алдымен біз қызылшадан бастаймыз. Қызылшаны жайғастырып шығамыз. Барлығын бір келкетіп жайғастырып алдым. Болған соң қызылшаның үстінен майонез жағамыз. Майонезді де бір келкетіп жағып шықтым. Үстінен дайын тұрған картопты қосып жайып шығамыз. Әрбір салмамызды салғаннан кейін үстінен кішкене тұздан сеуіп отырамыз. Картоптың үстінен де майонезді жағып шықтым. Картоптың бетіне үккіштен өткізілген сәбізді қостым. Оны да тегістеп жайып, үстінен майонезін жағып, дайын тұрған жұмыртқаның ақ уызын үстіңгі бөлігіне салып, оның да үстінен майонезді жағамыз. Одан кейін ең соңында селедканы салатын боламыз. Бұл жерде мен селедканың барлығын қосқан жоқпын, тек жартысын ғана қосып жасадым. Мінекей барлық салмамызды салып дайындап алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай орап шығамыз. Осылай орайтын болсаңыздар, сіздердің рулеттеріңіз сынбай, үзілмей өте әдемі әрі бір келкі болып оралып шығатын болады. Орап болғаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа 2 сағат уақытқа қоя тұрамыз. Сол кезде кішкене дәмі бір-біріне сіңіп, одан әрі әдемі бола түседі. Міне 2 сағаттан соң мен салатымды алдым. Жаңағы жұмыртқаның сарысын бетіне осылайша сүйіп шықтым. Оның үстінен майонезді жақтым. Әрине сіздер өз қалауларыңызға қарай сәндей бересіздер. Ең бастысы біздің салатымыз өте дәмді әрі ерекше болып шығатын болады. Достар, видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, астыдағы тұрған подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.